Бәріне сәлем! Бүгін біз шоколад пасты қосылған осындай шоколадты маффиндер дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен шекерге 2 жұмыртқа қосып араластырамыз. Осындай масса шықты. Енді бұның үстіне сүт құямыз. Және де ерітілген сары май саламыз. Сары майды плитаға сұйық қылдырып ерітіп алғандарыңыз дұрыс. Араластырамыз. Бұның үстіне ұн, какао және 1 шай қасық ас содасын саламыз. Енді бұны однородный масса болғанға дейін араластырамыз. Енді бізге 1 плитка темный шоколад керек. Оның жартысын ұсақ қылдырып, жартысын ірі қылдырып тураймыз. Ұсақ туралған шоколадтарымызды массаға қосып араластырамыз. Массамыз дайын. Бұл массадан 6 дана шоколадты маффин шығады. Менде мұндай маффинге арналған картонный формалар. Темір формаға да май жағып салуға болады. Форманың биік болғаны дұрыс. Каждый формаға 2 ас қасықтан массаны құямыз. Бетіне шоколад пастасын салып шығамыз. Содан соң беттерін қалған массамен жауып шығамыз. Қалған ірі шоколадтарды үстінен сеуіп шығамыз да 170 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға 20 минутқа жібереміз. Маффиндер дайын. Сіздермен бірге болған White Baby. Видео ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!